Сәлем, бұл заманмен қазір біз Welcome-ның кестелеу программасының заполнение деген құралдарын көрсетеміз. Кеттік. Кез келген фигураны таңдаймыз. Выбор объекта деген инструмент таңдаймыз. Міндетті түрде біз өзгеріс жасайтын мына дизайнды таңдап аламыз. Одан кейін біріншіден бастаймыз. Заполнение деп тұрады. Мына жерде қаз қатарынан тұрады олар. Бұлардың қолданатынын ғана көрсетемін. Сатин көрінісі мінекей осындай. Қараңыздар мұқият. Келесі мыналарды біз қолданбаймыз. Қазір сіздер көресіздер неге? Олардың түрлері осындай. Тек қана кішкентай ғана егерде көлемде болса ғана қолданамыз. Қолданбаймыз бұларды. Келесі мына татами. Қараңыздар, айырмашылығы қандай? Шынайы көрінісі тігіс жасағаннан кейін осындай болады. Сатинмен айырмашылығын көріңіздер. Келесілері қолдануға болады. Енді әртүрлі дизайндарда өзіңізге ыңғайлы болса, керек болса, қараңыздар. Тоқыма секілді. Вообще көрінбейді бұл. Мынау әдемі көрінеді. Заполнение мотивами деген бар. Бұл бөлек сабақ болады бұл туралы. Вышивка крестика. Қараңыздар. Осындай әдемі түрі бар. Заполнение контур деген. Спираль. Бұл да әдемі көрінеді. Сдвиг. Мозги деген бар. Мінекей осындай заполнение түрлері бар. Жақсы, келесі сабақта көріскенше.